Қазақ қашанда аталатсаң да боталатпа деп, жаратқаннан ұрпағының амандығын тілеген халық. Өмір бар жерде аты жаман өлімнің де болатыны шындық. Дегенмен, мезгілсіз келген ажалға арашашы бола алмайсың. Мезгілсіз келген қаза қабырғаңды қайыстырып, жүрегіңді езіп, жаныңды күйреп кетеді. Бір күндік жарық сәуледей қысқа ғана ғұмыр сүріп, арамыздан мәңгілік мекеніне өте асығыс аттанып жатқан ардақтыларымыз қаншама. Осындай өмір толқыны өз иіріміне иіріп, береке бірліктері жарасқан Жандауовтар әулетінің шаңырағын шайқалтты. Ата-анасының тұңғышы, ағайын туысқандарға сүйікті бауыр, адал жар болған Нығметов Жандәулет Талғатұлы 2025 жылдың сәуір айының 19 жұлдызында 28 жасқа толар шағында дүниеден өтті. Сен бір үйдің тұңғыш едің ер жеткен, ажал сені оқыстан алып кетті кенеттен. Қыршынынан қиылғанда ақ ботам, кім бар екен ақ ұрмаған күйіктен. Еске түссең жасқа толар жанарымыз, сағынғанда басыңа біз барамыз. Арамыздан мәңгілікке кетсең де ұмытпаймыз, сені еске аламыз. Бойыңда орындалмай кетті ау арман, өмір деген адамға неткен жалған. Ағайын мен туыстарың толғанғанда көрмейсің көзіміздің жасы толған. Нығметов Жандәулет, ол Беріш Себек руының жаңбыршы бөлімінен тараған Талғат ағамыз бен Венера апамыздың жанұясында 1997 жылы маусым айының 10 жұлдызында дүниеге келген тұңғыш перзент еді. Артынан ерген Данагүл қарындасы мен Дәурен атты інісіне арқа сүйер қамқор ағасы, бауыры бола білді. Ол Сарайшық орта мектебінде 9 жылдық мектепті аяқтаған бала Жандәулет өзінің білімін ауылдағы қазіргі Махамбет көпбейінді ауыл шаруашылық колледжінде жалғастырып, тракторист, машинист, электромонтажник мамандығын алып, ата-анасын қуантты. 2016 жылы туған елден жырақта жүріп, Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласы Шемонайха жерінде әскери міндетін абыроймен атқарып, аман есен елге оралады. Әскерден шыңдалып келген жас жігіт Жандәулет өзінің еңбек жолын жауапкершілігі шектеулі әртүрлі серіктестерде вахталық әдіспен теңіз, Қарабатан кең орындарда жұмыс жасайды. 2021 жылдан бастап жауапкершілігі шектеулі сенімді құрылыс компанияларында электромонтажник мамандығы бойынша жұмыс атқарып, қызметте іскерлігімен, табандылығымен көзге түсті. Тек мақтау сөздер естіді. 2024 жылдан бастап өмірінің соңына дейін қаламыздағы техникалық қызмет көрсету орталығының бірінде көлік жөндеу қызметінде еңбек етті. Қандайда болмасын, тапсырылған жұмыстарды жауапкершілікпен атқарды. 2019 жылдың ақпанында шаңырақ көтерді. Бұл өмірде қай адамның да армандайтыны ұрпақ қызығын көру ғой. Исмаил ұлы мен Феруза қызы өмірге келіп, үлкендерді қуантты. Бала Жандәулет оларды өте жақсы көретін, қатты еркелететін. Иә, сол бір күн есімізде қалыпты. Сондағы халіміз өң мен түстің арасында еді. Бірақ сенбедік, иланбадық. Тосыннан келген сұм хабар артынан оған қуанышты сәттерді көрсетуді маңдайына жаздырмаған екен.
Жан дәулет енді жоқ деген суыт хабар бәріміздің өзектерімізді өртеп кетті. Балаларын құшақтап, қашанда жарының жанынан табылу оған тым аз бұйырды. Оның қазасы барша әулетті, бауырларын қайғыдан қан жұтқызды. Оның артында жоқтап анасы, ағайын тума, ұл қызы, дос жарандары қалды. Қазіргі таңда Жандәулеттің ұлы Исмайыл Таңдай орта мектебінің 1-ші сыныбын аяқтап қалды. Қызы Феруза сол ауылдың мектебінде шағын орталықтың тәрбиеленушісі. Әттең, тағдыр ол қызықты қызғанып көпсінсе керек. Нығметовтер әулетін ойда жоқта тоналғандай ойсыратып, орны толмас жағдайда қалдырды да кете барды. Ажалға араша бола алмаған ағайын туысының көңілінде көкіректі қарс айырар қайғы өкініш пен таусылмайтын сағыныш қалды. Күні кеше ортамызда ақ жарқынды мінезімен, ақыл парасатымен көпке үлгі болған Жандәулетіміз бүгінде ортамызда жоқ. Осылай ел жұртының ілтипатына бөленіп, енді ғана ер жетіп, орда бұзар жасына жетер шақтағы ғұмыры ауыл жұртының көз алдында өтті. Жандәулет ақ көңіл, мінезге бай, жылы мейірімімен қараған мөлдір көзі, ерекше тазалыққа тұнып тұрғандай, маңдайы ашық, жүрегі кең жан еді. Қош бауырым, құрдастарың аңсайды, қош адал дос, көкіректе ой самғайды. Алла жазды қоштасуды өзіңмен, бізде өзге амалдағы қалмайды. Қош құлыным, күңірендім сол күні, қош боташым, өмірден ерте кеткені. Менің емес, бұл әулеттің қайғысы, қайтем енді бір Алланың қақысы. Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізге Hyundai Elantra автокөлігі келген болатын. Себебі жеткісі азайып кететін болған. Сол бір жақ дөңгелеген суппортында жеткіс жіберіп қойған. Соның қазір жұмысын барысын жасап тұру көрсетеміз. Бұл фәни дүниеге ардақты, аяулы жан болып келіп, жастық жалын жігермен жарқылдап, терең ақыл оймен лапылдап өткізген марқұмның өмірі мәңгі есімізде. Ұрпақтары мен туыстарының, ұжымдастарының жадында, сол жалындаған қалпында қанша жыл өтсе де мәңгі алау боп қала бермек. Сен біздің әр күні дұғамыздасың, жатқан жерің жәннат, алдың пейіш, артың кеніш болсын. Жабырқап көңіл, сыздайды жүрек, өзіңді іздеп әрбір күн, өкініш өртеп, өзекті кернеп, ұйқысыз өтті қанша түн. Зымыра уақыт, жеткізбей келер әттең бұл, тек сенбес әлі, жоқтығың ауыр соғып тұр. Жұмыстан келдім, анашым деген сөзіңді, аңсаймын ұлым, құшағың менен иісіңді. Ұл қызың аңсап, әкенің сол бір қамқорын, тек анаң үнсіз, суретіңе қарап жылап жүр. Жыл өтіп, міне сол қайғы басқа түскелі, бауырларың да есінен бір кетпедің. Жәннатта болып, жастай кеткен жас жаның, шапағаты тисін, құдіретті шексіз Алланың.